көз алдыңызға елестетіңізші, сіз Алматыда серуендеп жүрсіз. Әдеттегі күн. Абай даңғылы, медеу, Көктөбе. Бірақ дәл сіздің аяғыңыздың астында не жатқанын білесіз бе? Бір кездері аты шықпаған бір геолог медеу маңынан ерекше дірілмен бос қуыс тапқан. Алдымен жер сілкінісі деп ойлаған. Бірақ кейін қазған сайын, тереңдеген сайын жерасты үңгіріне тап болады. Онда көне, металдан құйылған есік. Есіктің бетінде қазақша таңбалар мен жұмбақ суреттер. Ең таңқаларлығы, кейбір суреттер динозаврларға ұқсайтын тіршілік иелерін бейнелеген. Сол жерге жасырын түрде келген экспедиция мүшелері бұл, бәлкім, көне өркениеттің қалдығы деген. Бірақ бір ғалым бұған сенбей, одан да оғаш тұжырым жасайды. Бұл динозаврлар сақталған база. Олар жойылып кеткен жоқ, жер астына тығылған. Қызығы сол, 1974 жылы Алматы метросын салу кезінде бір туннель жұмысы кенеттен тоқтатылған. Ресми құжатта геологиялық қауіп деп жазылғанымен, кейбір ескі жұмысшылар, біз үлкен сүйектер көрдік, адам сияқты, бірақ өте ұзын кесіртке секілді деген. Сонда бұл не? Алматының астында жасырын тіршілік иелері бар ма? Әлде, ежелгі өркениет өз динозаврларын жер астында сақтап қалды ма? Тағы бір дерек, Алматыда кейбір үй тұрғындары түнде астан күңгірт дыбыстар, алыстан естілетін күркіреген үн еститінін айтқан. Бір зейнеткер тіпті, жертөледе тұрғанда, аяқ астымнан бірдеңе қозғалғандай болды деп сұхбат берген. Тіпті кейбір зияткерлер бұл базаның үстінде кездейсоқ емес, әдейі қала салынған дейді. Бұл әлем билеушілерінің құпия жоспары. Өйткені жерасты технологиясы кез келген ядролық соққыдан аман қалуы мүмкін. Бұл жерде динозаврлар ғана емес, ежелгі жоғары ақыл иелері де болуы мүмкін. Алматы қаласының географиялық орны тау мен жазықтың түйіскен нүктесі. Көне заманнан ақ бұл жерде тылсым күштер жиі байқалған. Ел ішінде жүрген аңыздарда ұлы жыланның ұйығы дәл Алматыда жатыр деген сөздер де бар. Ал енді сұрақ, егер бәрі ойдан шығарылған болса, неге әлі күнге дейін сол медеу маңындағы кейбір үңгірлерге кіруге тыйым салынған? Неге кейбір карталарда метрополитен бағыты шұғыл бұрылып кетеді? Мүмкін, ол жерден айналып өтудің себебі сол динозаврлар базасы. Қазір бұл туралы ешкім ашық айтпайды. Бірақ TikTok'та бір бала 2022 жылы медеу астында бір тылсым дауыс естідім деп видео салған. Жазбаны кейін өшіріп тастады. Айтуларынша, бір ақ көлікті адамдар келіп видео авторымен жеке сөйлескен. Бәрі жұмбақ. Бірақ бір нәрсе анық, Алматының астында бір жасырын шындық жатыр. Ол туралы айтуға қорқады. Ал біз, сізбен бірге, бұл құпияны ашу жолындамыз. Кім біледі, мүмкін сіздің үйіңіздің астында алып кесіртке ұйықтап жатқан болар.